Украина NASA'дан ярдым сурай. Кереч көпірінің құруcılығында Русия тарафындан экология хавсызлығының бозулывыны тақық етмек үшін. Ярымаданы ишғал етіп, Москва Киевге бұйықтен бұйық зияны кетірді. Дейлер Қырым Мұхтар Жұмхриетінің прокуратурасында. Ишғалжелер қанын бойынша Украинаға айт олған бұтын шirket ве инфраструктура объектлеріні шақселештірді. Зиян тахменен 70 миллиард долларны тешкіл еті. Шу рақам скифалтыны, атықият мирасы ве санат есерлеріні қаплай. Мы используем все международные правовые институты. Арби жинаятлеріні еткені санларының тақыбы үшін бұтын халқара ұқықы васталарыны қоланамыз. Махкемеджелерінің вады еткені кеби, яқын вақытта оларға яланылған қабатлай жесенетлерінің бақылы жағына үміт етеміз. Қырым прокуратурасы ишғал етілген ярымадада инсан ақ ве сербестлігінің бозылығы бойынша 150 жинай кетешатны тәқіқ еті. Бұны Мұхтар Жұмхуриетінің прокуроры Гундус Мамедов білдіре. Оларының бір қысымы инсанларының ғайып олығы ве өлдірулерге айт. Да бір қысымы қанунсыз тінту ве тевқифлерге. Шу жүмледен саяси себеплер бойынша. Махкемеге Қырым татар Милли Межлесінің етекчілерінден бірі Илми Умеровның ішінде іштірақ еткен прокурорға низбеттен қабатлав берележек. Қатырлата файлны ярымаданын сақты акиметі былтыр майы сайында тұтып алған еді. Бұ ішті іштірақ еткен прокурорға низбеттен қабатлав лейхасы азырланылған. Бұндан да ғайры ишғал етілген территорияда Умеровға қаршы ішінің бұтынлей қалплық етілгеніні таздықлаған дәлелер топлана. Шатлар сұраштырылды. Менімже, яқын вақытта тек прокурорға дегілді, махкемеджелерге де қаршы қабатлав ақында айтып олырмыз. Ярдым режасы. Гурджистанда Милли Бақча ве Белек курорт зонасы янында Қадими орман яна. Янгын мейданы 12 гектарны тәшкіл еті. Тбилиси енді құмшы мемлекетлерден ве Авропа бірлігінден ярдымыны сұрады. Регионда баш назернын идаресі алтында штаб çalışмаға башлады. Бұнын әлі білдіргені кеби курортлар үшін тәлуке шымділік йоқтыр. Ама Гурджистан ич ішлер назерлігі енді тақлия планыны ішлеп чықарды. Керек олса, арбилеріні желп етіджеклер. Баржо медресінде янгын үшінші күн девам еті. Аташны ерлерінің рельефі зор ве елінің күчлі олмасы себебінден сөндіріп оламайлар. Атеш бұйық мейданға ейілді. Еліні фажиадан құртармақ үшін елімізден келгеніні япамыз. Зарури васталарымыз бар. Бұның еле саба құшма донатывны алдық. Бізде Түркия ве Азербайджан қол тұтажақ. Қырымда невбеттеке қорқызулар. Русия низам құруcылары қарымтарларының акциясы өгінде базай сайыбыны қорқызмаға тырышты. Бұны құрылта меркези сайлау комитетінің башы Заир Смедляев білдіре. Базаның блок етілмесіні тарик деп адлады. Ве айтқаны кеби анда ешбір селя йоқ еді. Қатырлатам вақында ишғалжы акимет қарымтарларға акцияларыны кечермеге кедер етті. Вететбірінің тәшкілетшілардан бірі Олған Бекер Умеровны тұтып алды. Қарымтарлар Қарасу базар районы Ақая көйінде топланды. Көрішіні 1987 сенесі Москвада Қырым татарларының көтлеме митинглерінің 30 елығына бағышладылар. Фақат онлар жеселялы инсан территория кірішіні қапатты. Селяве Патлав алетінің тұтылған ері тапылғаны ақында илян еттілер. Полиция бөлігінде Бекер Умеровға протокол тезілді. Пармақ ізлеріні алып азат еттілер. Бигбені 2020 сенесіне қадар сұсты. Бүгінден итибарен тамир ішлері башлана. Саат байрамларды мисал üçün яны ел яда ноябрның 2 базар күні қатыра күні мұнасебеті еле чалажақ. Білдірілгені кеби бігбеннің сон кечаныны кечеже туристнер ве атта депутатлар ел чарпмалар или алғышлады. Бигбен сонки 157 ел девамында 15-ді қачалайды. Сонки сефер бұл адетіне 2013 сенесі Бүйік Британияның сабық баш назері Маргарет Тэтчердің женазесі вақтында бозған еділер. Ақиқатын жаным сықала. Бұны япмаға керек олғаны ақында білейдім. Ама бұл Лондонның тімселерінден бірі. Ойлемі? Оның үшін ғайет кедерлі бір адесе. Эркес Бигбені білем. Она келе. Мұнда қалажағаны білем. Ама дынышмей қалырмы? Чанларның седасы енді ешітілмес, чалғаны ешітілмес. Пекевкарлы хабер. Шунын үшін 4 елік тенефіс өгінде сонки чаны ешітмек үшін мұнда келдік.
Ukraina devletçiliginin timsali da Sovetler devrinde ko'tarilgan edi. 1991 senesi avgustun 23'ünde ise Moskva avdarmasının muvaffaqsiz olganından son sarı mavi bayraqni ilk sefer Ukraina yuqarı radasının salonuna getirdiler. Avgustun 24'ünde Ukraina müstakilligi hakkında senet ilan etildi. Umumdevlet seviyesinde bayrak günü 2004 senesi avgustun 23'ünde kayıt etilmeye başlay. 5 yıldan son memleket boyunca bayrak ko'tarilmesi resmi merasimge çevirildi. Söz sırası Ukrayna bayrağının tüslerini aldatkan birkaç versiya var. Onlardan biri kok ve buğday tarlası. Значить так, слухайте уважно. Тут знаходяться чоловіки, які не здадуть цей аеропорт, поки живі. Ваша задача вірити в нас і молитися. Це було громко. Күчлü, bazıda korkunçlu kemirde topraktaki atletler yanında patlaydı. Böylelikle çıkaruf meydançığında cenk canlanaydı. Hatırlay, aktör Andrei Isayenko. Filmde o Arbi adamı. Subota lağabı olgan ava güçleri Arbi'nin rolünü icra etiydi. Karamanının çıkaruvlar vaktinde şahsen tanıştı. O deger kiborglarının beraber aktörlarga rollerini yaşamağa yardım etken idi. Aktörlar filmde 2014 senesi kuz mevsiminde kiborglarının alıp bargan Arbi hizmetini yanından yarattı. Süjet negizinde gerçek Arbi hareketler, diyaloglar, havalimanın beton kutusundaki maişet ve 5 insanın taqdiri. Her bir şahısımız артында birkaç baş kahraman tura. Çünkü Donetsk havalimanının 242 gün devam etken müdafasını 2 saatlik filmnin içine sığdırmağa imkan yok ki. Filmimizge tek karmani nazar cihetten davranılmasını istemez idim. Çünkü filmde birçok şaka var, doğrusu, ve lirika da çok. Filmni Kiev civarında çıkargan ediler. Anda Donetsk havalimanının kısmını tıkladılar. Fevralden Mart ayına kadar onun interyerini çıkargan ediler. Sonra ise dekoratsiyalarını Cherginovga alıp getirdiler. Yedek Arbi aerodromunun getirilip yolağında terminalın tışkı kısmını kurdular. Anda tışkı ve tan kuruşları çıkarılgan edi. Kolay değil edi. Bir gün şiddetli yel dekoratsiyalarının ikinci katını alıp gitti ve balalar kahramanlıkını etip gece içinde bütün dekoratsiyalarını hayradan kurdu ve çıkaruvlarga devam etmege bizge artık bir şey keder etmedi. Şimdi filmnin montajı sonuna yetti. Kiborglar filminin ilk gösterimi Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin günü dekabrinin 6'sına planlaştırıla. Скоро всі ми повернемось. Нову країну будувати. А в костра